Екеуі де ақымақ екен. Данағарт оларға аттарыңды ауыстырып мін деп ақыл айтты. Қыз басында қайсысыңның атын қалып келсе, соған темін деді ғой. Ендеше қайсысы болса да бақталасының астындағы өз атын қалдыру үшін ананың атын оздыруға көш салатыны белгілі. Дұрыс, дәл таптың, дейді қазылар. Жігіттің шапшаңдығы мен тапқырлығына сәл таңданған қыз екінші жұмбағын айтады. Ертеде бір өлкені жайлаған 40 байдың ғажайып сұлу 40 қызы болыпты. Олардың әрқайсысы іштей мен бәрінен де сұлумын, ақылдымын, аруға тән нәзіктік менің ғана бойымнан табылады деп ойлайды екен. Біріне біреу құда түскелі жатыр дегенде естісе, қалғандары бір түнде барып күйеу жігітті өлтіріп кетеді екен. Күндердің күнінде сол 40 қыз өзара келісіп, барса келмес деген аралға барып, құлан аулап, көңіл көтермекші болады. Олар аралға келген мейлі жас, мейлі кәрі болсын, еркек кіндік өлтіріледі деп жариялайды. Қанша уақыт өткенін кім білсін, бір күні бір балықшы жігіт қайығымен дауылдан ығып, аралдың жағалауына шығып қалады. Бақсыз бейбақты аң аулап жүрген қыздар ұстап алады. Өлер алдындағы соңғы тілегіңді айт дейді қыздар. Қазір біреуміздің қылышымызбен басың алынады. Сонда жігіт соңғы жалғыз тілегін айтқан екен. Қаншер 40 қыздың біреуі де оған қару көтермей босатып қоя беріпті. Аралға келсе, өз әкемізді де өлтіреміз деп серттескен қыздарға тоқтау салған қандай тілек екен? Жауабын тапта, маған және мына мал мүлікке иелік ете бер. Таппасаң, бал салған күбі босағада тұр. Тауықтың жүні тулақта ораулы. Бірінші жұмбақты шешкенің есепке алынбайды. Ойлануға бие сауым уақыт дейді қазылардың бірі. Жігіт аз кем ойланып отырады да, былай деп жауап береді. Ақыл ажалды да жеңеді. Ақылды жігіт қылышын жалаңдатқан 40 қызға, менің басымды осы тұрған 40-ның ішіндегі ең ажарсызбын, ең ақылсыз сорлымын, күнәға батқан көргенсіз бе дегенің кестейді. Әрине, бұдан кейін іштей бақталасып, бірін-бірі атарға оғы болмай жүрген қыздардың ешқайсының да алға шыға қоймағаны белгілі. Дұрыс, дәл таптың, деседі қазылар. Ақылды қыз тапқыр жігіттің алдына келіп, басын иіп, тәжім етіпті.